Ержан Атханова. Қазақстан Республикасының Конституциясының 36 бабына сәйкес отан алдындағы борышын өтеу ол әрбір азаматтың қасиетті парызы және міндеті деп көрсетілген. Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның талаптарына сәйкес мерзімді әскери қызметке шақыру азаматтарды жылына 2 рет жүргізіледі. Оның негізі Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы мен үкіметтік қаулысының негізінде жүзеге асырылады. Мерзімді әскери қызметке 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар шақырылады. Яғни олардың заңдық әскери қызметтен босатуға заңдық негіздері жоқ азаматтардың барлығы қарулы күштердің және де басқа да әскери құрылымдардың қатарына шақыруға жатады. Енді Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына сәйкес, егер де жергілікті әскери басқару органдары, яғни военкоматтардың талабы бойынша әрбір азаматтар жергілікті әскери басқару органдарына келуге міндеттеледі. Егер де олар келмеген жағдайда жергілікті әскери басқару органдарына, яғни военкоматтарға әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің талаптарына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту құзыры берілген. Мысалы келтіретін болсақ, егер де азамат жаңағы шақыру қағазын алып немесе SMS хабарламаны алып келмеген жағдайда дәлелді себепсіз, ол үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 647 бабына сәйкес 5 айлық есептік көрсеткіш. Одан басқа медициналық куәландырудан жалтарған азаматтар немесе тексеруден жалтарған азаматтарға да 648 бап бойынша әкімшілік жауапкершілік қарастырылған, ол да 5 айлық есептік көрсеткіш құрайды. Сонымен бірге азаматтар, жаңағы әскери билеті бар азаматтар, егер де сол құжаттарын жоғалтқан жағдайда да оған да кодекстің 649 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ол бірінші ескерту түрінде, одан кейін 5 айлық есептік көрсеткіш түрінде әкімшілік жаза қолданылады.